Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен тілші Жанатбек Әсел Жанбекқызы. Мен түйетшісімін. Ендеше бүгін мамандықтарынан сұхбат алуды бастайық. Сәлеметсіз бе мұғалім? Бұл кісі ұзданған мектебінде жұмыс жасайды. Мамандығыңыз туралы айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Ұстаздық деген қызығы мен қиындығы қатар жүретін мамандық. Қазағымның балалары сауатты, білімді болу үшін қызмет жасамайды. Әрқашан білім алуда жалықпайық. Енді дәрігерден сұрайық. Мамандығыңыз жөнінде айтыңыз. Сәлеметсіздер ме? Мен өз мамандығымды жақсы көремін. Мен тіс дәрігерімін. Тісті тазалауды көрсетемін. Алдымен жағамыз, енді жуамыз. Бірінші астын, соңын жоғарын. Мінекей таза бол. Екпе салып, науқастарды емдеп көріп жүрген көру мен үшін үлкен бақыт. Аумаңыздар. Өркениет балабақшаның аспазы. Сәлеметсіздер ме? Мен аспазым. Балаларға дәмді, пайдалы тамақ пісіруді жақсы көремін. Өз ісімді махаббатпен жасаймын. Қазір сіздерге тамақ әзірлеп беремін. Мінекей пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Енді шаштаразға барайық. Сәлеметсіз бе ме? Мен шаштаразбын. Қазір сіздерге шашты қалай жасайтынымды көрсетемін. Алдымен тараймыз. Мен бөпем қысқа болғаны дейін қағазбен қиямын. Қазір мұқият қарамыздан мен қиып көрсетемін. Әрдайым әжем бол жүрек. Мағзан Жобабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайнатты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздеріне от ойнап, сөздеріне заң бар. Сана қымбат оларға мен жастарға сенемін. Қырандай балапан, жайнап тұрған. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін.